Жазушы, журналист Думан Рамазан 1967 жылы 1 тамызда Шығыс өңірінде дүниеге келген. Оның пешене пьесалар жинақ кітабы 2020 жылы жарық көрді. Соның ішінде пешене трагедиясы, пенде ғұмырдың құм-қуыт тіршілігін паш ететін өмір сахнасынан алынған сом туынды. Қош келдіңіз аға. Қал жағдайыңыз қалай? Жеңгеміз, бауырларымыз аман ба? Сіздің осы үйге келетін күніңіз болады екен ғой? Неге келмеске? Өзімнің үйім емес пе? Әрине. Отырыңыз, мен шай демдеп жіберейін. Жоға, қоймай-ақ қой. Уақытым тығыз. Дүзе бүгіп отырсаңызшы, бір кесе шай ішіп кетіңіз. Ырғалып жүретін уақыт жоқ. Жұмыс бастан асады. Тек сенімен ашық сөйлесуге келдім. Қалды. Аманшылық па әйтеуір? Үйді босатыңдар. Қайсы үйді? Неше үйің бар еді? Осы үйді. Не деп тұрсыз? Не, дым ұқпайтын кеше болып қалғансың ба? Бұл үйді әкем алып берді емес пе? О заманда бұл заман қызға үй алып берді деген қайдан көрдім. Таласпа, үй менікі. Сіздің өзіңіздің үйіңіз бар емес пе? Онда шаруаң болмасын. Біз таласып та жатқан жоқпыз ғой. Таласатындай сен кімсің? Көп сөз доғарда үйді босат. Үй менікі. Кеудемде жаным барда, мен бұл үйді ешкімге беріп қоя алмаспын. Өз еркіңмен босатпайтын болсаң, мен сені сотпен қуып шығарам. Бара беріңіз сотқа. Осы үйді алғыңыз келсе, менің өлігімді аттап қана шығасыз. Өз обалың өзіңе. Қалағаның сол болса, сотта кездесеміз. Құдай-ау, ағам маған не деп кетті? Қалай дәті шыдап келді? Не көп кетті мына дүние? Ана Сайқал ғой айдап салып отырған. Оқты қуалап алғаннан сол ма өзі? Бір кіндіктен тарап, бір құрсақтан шыққан бауырлар арасына сылқым дүниенің салдарынан түскен жарықшақтың себебін ашып, жан жарасына ем боларлық шипа іздеп шарқ ұрады. Әттең бәрі кешеді. Қарындасына қамқорлық жасаудан гөрі азғын тілдің арбауына түсіп, үйге таласқан аға тірлігі. Сот залында жалғасқан талас тартыс бәрі бүгінгі өмірдің өз бейнесін боямасыз көз алдыңа келетін шығарманың өміршеңдігі де осында. Бұл туынды адами болмыстан пендеге айналып, пенделіктен пешене ғұмырға жалғасқан құзғын тірліктің құпиясын ашпақ болған. Осы пешене шығармасы арқылы автор не айтпақ болды? Қазіргі қоғамда материалды құндылық алға шығып, рухани құндылықтың тапталған көрінісі жиі белең алған тұста бұл шығармадан түйетін ойымыз мынадай. Араздық азғындыққа апарар дегендей, азғындықтың соңы жақсылыққа келмейтінін білдік. Сондықтан да қан мен жаны бір тамырдан жаралған туғандарымыздың қадірін біліп, туыстық қарым-қатынастарымызды үзбей, бауыр етіміз бауырларымызды бағалай білейік.